Сәлем достар! Сіздермен бірге кезекті сұрақ жауап айдары және оның тұрақты жүргізушісімен Дина Төлеубекова. Олай болса, біз бастаймыз. Алғашқы келіп түскен сауал. Әскери техникалық мектепті бітіргеннен кейін әскери шен беріледі ме деп сұрапты. Бүгінгі таңда елімізде әскери техникалық мектептің 15 филиалы бар. Олар әскери резервті даярлауға айтарлықтай үлес қосып келеді. Білім ордасы Б, С, С1 санатындағы әскери жүргізушілерді, МТЛБ механик жүргізушілерін және радиотелефонистерді дайындайды. Оқуды сәтті аяқтап шыққаннан кейін әскери міндеттілерге қатардағы жауынгер шені беріледі. Келесі Аслан есімді аккаунт қолданушысынан келген сауал. Қайырлы күн, менің жасым 34-те, истребительдің, яғни жойғыш ұшағының ұшқышы болып жұмысқа орналаса аламын ба деп сұрапты. Қайырлы күн, Аслан, бұл аздап қиындау болады. Себебі майдандағы авиация ұшқышы атану үшін сіздің арнайы біліміңіз болуы шарт. Ол үшін еліміздегі әскери ұшқыштарды даярлайтын Талғат Бигелдинов атындағы әуе қорғанысы күштерінің әскери институтын аяқтауыңыз керек. Қазақстан Республикасының әскери қызмет және әскери қызметшінің мәртебесі туралы заңының 39 бабына сәйкес оқуға әскери қызмет өткермеген азаматтар 22 жасқа, ал әскери қызмет өткерген азаматтар 24 жасқа дейін ғана қабылданады. Келісімшарт бойынша әскери қызмет өткеріп жүргендер 25 жасқа дейін оқу орынға түсуге мүмкіндіктері бар. Келесі Гүлжан есімді аккаунт қолданушысынан келген сауал. Астана қаласындағы әскери госпитальде қарануға болады ма деп сұрапты. Еліміздегі әскери медициналық мекемелер азаматтық тұлғаларға да тегін қызмет көрсетеді. Ол міндетті медициналық сақтандыру мен кепілді көлемдегі тегін медициналық көмек аясында жүзеге асырылады. Ол үшін сіз ең бірінші тұратын жеріңіздегі әскери госпитальге баруыңыз керек. Қажетті саланың маманына жүгініп, дәрігермен кеңесіп, керек анализдерге жолдама аласыз. Қажетті анализдерді тұрғылықты жеріңіздегі ауруханаға тапсырып, порталға есепке қояды. Кейін 7-10 күннің арасында сізге қажетті көмек көрсетілетін болады. Айта кетейік, елімізде Астана, Алматы, Аягөз, Қарағанды, Өскемен, Семей, Талдықорған және Тараз қалаларында әскери госпитальдер жұмыс жасайды. Құрметті көрермендер, бүгінге осы қызықтырған сауалдарыңызды Қорғаныс министрлігінің әлеуметтік желілеріне жолдасаңыздар болады. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыздар.